Сәлем достар, Sabina and Family каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде челлендж болады. Байқап тұрғандарыңыздай мороженое жасайтын болам. Бірақ осыны челлендж қылып жасайтын боламыз. Қазір шартын айтайын. Мына неше түрлі фруктовый, жаңағы қауын, қарбыз, апельсин, лимон, банан, киви көріп тұрсыздар, осыны қазір мына блендерден өткіземін де мороженое қылып жасаймын. Алихан мен Асылхан вкусын табатын болады, қандай вкус. Лимон кімге түседі, сол жеңілетін болады. Қазір мен барлығын өткізіп шығатын боламын. Мінекей достар, мынаны ішіне салып қойдым. Өздеріңіз көрдіңіздер. Мен осыны морозильникке салам. Содан кейін челленджді бастайтын боламыз. Сәлем достар! Сіздермен бірге мен Алихан, Асылхан. Бүгін бізде мынандай челлендж. Балмұздақтың дәмін тап. Сәлем достар, Sabina and Family каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде челлендж. Ол қолдан жасалған жемістерден жасалған балмұздақтың дәмін татып, қандай жеміс екенін айту керек. Және ол жерде тағы бір жеміс бар, бірақ оны айтпаймын, құпия болсын. Сол кімге түссе, сол ұтылады. Сол? Иә, ұтылады. Бірақ егер бірінші ол соны таңдаса, ары қарай жалғастырып кетеді, бірақ ол жеңіске жетпейді, ұтылады. Ол қандай жеміс екенін сосын білетін боламыз. Кеттік ал. Кетсең? Неке достар, біздің балмұздақ. Мен бұны алдын ала жасаған болатын. Оны да видеоға салатын боламын. Енді таңдаңдар. Бірінші Алихан ба? Алихан, неден бастайсың? Вау.
Қандай вкус? Киви. Киви ма? Енді мен. Түсінен де көрініп тұр, иә, киви екен, иә? Енді мен. Енді Асылхан таңдайды. Не? Дәмін көрші, кәне. Банан. Банан ба? Бананның қандай екен? Нормально. Киви қандай екен, Алихан? Тәтті. Тәтті ма? Енді Алихан кезегі. О. Мынау огурцы ма, или, помидор ма, или қарбыз ба? Қарбыз. Үстіне біліп қойдым. Қарбыз ба? Иә. Помидорға да ұқсап келеді, иә? Қандай екен? Можно попробую? Ал, енді кім? Кезегі. Нана. Неге ретпен рет таңдап кетсіңдер? Любойын алуға болады. Нана. Жарай. Нана алшы. Неге? Лимон. Жоқ, лимон емес. Енді не? Қауын. Қауын ба? Тәтті ма? Алихан кезегі. Лимон ба, я болмаса? Лимон по-любому. Лимон? Лимон ба? Жалап дәмін көрсеші жеп. Лимон? Апельсин или лимон бір-бірі. Мен ана жеді сен. Соңғы Асылхандікі. По-любому лимоныңкі. Лимон емес, ол банан шығар. Онда мынау этот апельсин. Асылханға түсті лимон. Кім ұтылып қалды? Асылханды ұтылды. Ha. Жемейсің ба енді лимонды? Алихан, сен лимон жақсы көресің бе? Сен жейтін бе едің? Жеді ғой. Қайсысы ұнады саған, Асылхан? Маған Киви. Саған ше? банан. Банан. Күшті ма? Апельсин неге ұнамады ма? Дәмі лимон сияқты. Кислый. Кислый ма? Ана какой-то ана ашып кеткен сияқты ғой. Нормально. Асылханның тісі түсті. Асылхан бірінші сыныпқа барады. Алихан, сен лимонның дәмін көрші? Думаю, не стоит. Жеп көрмем. Қандай дәмі сонда? Можно я попробую? Осымен біздің челленджіміз аяқталды. Лайк басып, подписка и комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.